Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге мен гибридтену түрлері, яғни бізде гибридтену SP, SP2, SP3 гибридтену туралы айтқым келеді. Міне, бірінші SP гибридтену. Мысалға келтіретін болсақ, SP гибридтенуге бериллий хлоридін алсақ. Бериллий. Бізде бериллийдің реттік нөмірі, яғни ядро заряды +4-ке тең. Екінші периодта орналасқан. Сондықтан екі энергетикалық қабаты бар. 2 және 2. 1 S2, 2 S2. S-те бізде бір ұяшық және жұптасқан 2 электрон бар. Енді бізде екінші периодта мінеке тағы да P электроны бар. Бұл бос күйде болады. Мынадағы бізде жұптасқан электронның біреуі сыртқы фактордың әсерінен қозған күйде мына бос ұяшыққа қарай секіреді. Сол кезде бізде мінеке S-те бір жұптаспаған электрон, P-да бір жұптаспаған электрон пайда болады. Енді хлорды жазайық. Хлор бізде +17 ядро заряды. Үшінші периодта орналасқан, сондықтан 3 энергетикалық қабаты бар. 2, 8 және 7. Мінеке. 1 S2, 2 S2, 2 P6. Мінеке. Яғни бізде хлорда, хлорға дейінгі элементтерімізді атап өтуіміз керек былайша айтқанда. Бірінші периодта 2 элемент бар, екеуі де S элемент. Сондықтан да H пен гелий 1 S2 болады. Екінші периодта 2 S2 кетеді, 2 P6 кетеді. Енді біз хлорға дейін баруымыз керек. 3 S2, 3 P, 1, 2, 3, 4, 5 болады. 3 P, 5 болады. Үш S2, 3 P5. Енді мен соңғы энергетикалық деңгейдегі S деңгейшесінде мінеке 2 электрон жұптасып тұр. P-да біздің 3 ұяшық және 5 электрон. Бірінші жоғарыға қарай стрелкамен толтырып аламыз, сосын барып жұптастырамыз артық қалған электрондарымызды. 1, 2, 3, 4, 5. Сонда бізде бір жұптаспаған электрон қалып тұр. Енді бізде бериллий хлориді, сонда менің хлорым, мінеке 1 валентті. Бериллий 2 валентті. Бериллий 2 хлормен бериллий хлор 2 формуласы болғандықтан бізде мінеке 2 хлормен әрекеттеседі. Бұл сызықтық 180 градуста орналасады. Немесе неге ол SP деп аталып тұр? Себебі бериллийдің 1 S-мен 2 S1 болды ғой бағана. Және 2 P1. SP. SP-мен мына бізде хлордың жұптаспаған электроны байланысқа түсіп тұр.